Сәлеметсің бе, Гаухар? Сәлеметсіз бе, апай? Сен өскенде кім болғың келеді? Мен өскенде мұғалім болғым келеді. Өзімнің Тамара апайым сияқты. Үлгілі ұстаз болғым келеді. Арманың орындалсын. Жақсы мамандық иесі бол. Рахмет. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші. Таныстыруымды алғашқы ұстазым бастауыштан болашаққа бағыт берген қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Тамара Мадиарқызына еліктеуімнен бастадым. Сізге көп рахмет. Рахмет, Гаухар. Біздің мектебіміздегі жас маманның тілі өте білімді, біліктілігін танытып келе жатырған өзімнің оқушым, шәкіртім Гаухарға үлкен жетістік тілеймін. Биік белесті бағындыра беріңіз, ұстаздық жолында қалмай, еңбек етіп жүре бер. Сәттілік тілеймін. Ал басынан бастап айтар болсам, мен Жаңғырхан Гаухар Саламатқызы 2002 жылы қазан айының 7 күні Маңғыстау облысы Ақтау қаласында дүниеге келдім. Ең алғаш бала Гаухар, яғни мен оқушы болып, Жаңаөзен қаласы бойынша білім бөлімінің Абай Құнанбайұлы атындағы номер 19 жалпы білім беретін мектептің табалдырығын аттадым. Менің анам менің үлгі тұтар алғашқы ұстазым. Анамның анасы да үлгілі ұстаз болған. Сол отбасылық ұстаздық жолды жалғастырып, ұстаз болу жүректің батырлығы демекші, сол кездегі батыр ұстаздарымның берген тәлім тәрбиесімен осы мақсатыма жету үшін анамның ақ батасын алып, сынып жетекшім Тамара Мадиарқызына қарап қызығып, ұстаз болуға деген талпынысым, алға қойған арман мақсатым айқындала түсті. Сол мақсатыма жету үшін 2017 жылы жас қанат болып, қанат қағып, мектепті аяқтап, Каспий жоғары педагогика және салалық технологиялар колледжіне оқуға түстім. Колледж қабырғасында болашақ баянды болса деген үмітпен бір сайыста баяндама жазып, бас жүлдені иелендім. Колледж қабырғасында түрлі іс-шара мен сайыстарға қатыстым. 2021 жылы колледжді аяқтап, дипломымды алып, өзім оқыған мектепке жас маман болуға белімді бекем буып, жұмысқа орналастым. Жас маманның бойында креативтілік, ізденімпаз, шығармашыл, жан-жақтылық сияқты қасиеттер болуы керек. Осындай қасиеттер өз бойымда да болғандықтан, осы үздік жас маман байқауына бастауыш пәні мұғалімі ретінде қатысып отырмын. Бастауыш пәні мұғалімі мамандығын таңдағандағы басты мақсатым бар білімнің, тәрбиенің бастауы бастауыш болса, балалардың бойына бастауышта отан сүйгіштік, патриоттық қасиеттерін оятып, өзінің ана тілін сүйетін ұрпақ тәрбиелеу. Менің ұстаз болудағы басты ұраным, барлық қаракөз қазақ баласы өзге тілдің бәрін біліп, тек қазақ тілінде сөйлесін. Келдім мектепке, ұстаз болуым оңай ма? Кірдім сыныпқа, киініп қазақша, қалмай мазаққа. 8 балаға байдаңды сөйле қазақша, аларсың тазақша. Көшеде үйде көлікте, қазақ тілін дәріпте, хабарлама жазғанда жаз қазақша қаріпте. Ескерусіз қалмасын Ахмет жазған әріппе, мән бер қ-ң деген әріпке. Бастауыштан бастау алып келіп ем, балаларға білімімді беріп ем. Ойлансаңыз таңдады неліктен, таймай өтемін ұстаздық серттен. Сөйле қазақша, тілді тазартсаң, болмай ма? Сөйле қазақша, тапсаң азақша, қалмай мазаққа. 8 қазаққа, пайдаңды сөйле қазақша, тапсаң да азақша.